Дүние үшін қуанбайтын жан едім, қуанып тұрмын. Мен ағатайым дейтін Түлкібай Әбілдин деген қазақ тірі болса 90 жасқа толар еді. Жасарып келе жатқан жоқпыз. Осындай бір күнде елге жанашыр пана болған үлкен қазақтың шаңырағында қандай естелік тұру керек. Астана қаласындағы Астана арт декор деген мынандай шежірелердің өнерге топтастырылған неше түрлі қолөнер жиынтығын төріңізге жарқыратып, рухыңызды биіктететін бір тамаша сыйлықтың түрін ойлап тауыпты. Мынандай жиек-жиегінің бәріне асыл тастарын, ою-өрнектерін таза ағашпен көм көріп тұрып, шежіреңнің тармақталып, таралып отырған ол сенің қандай қазақ екеніңді танытады ғой. Менің ұлым Мерей ауылға барып, атасынан мынандай сын естіп келді. Өзінің ауылдағы немерелерін жинап алып, соның ішінде жиеніне де сұрақ қояды ғой. Жет атаңды білесің бе деген. Сол кезде біздің бала жауап бере алмай қалады. Намысты бала ет. Алматыға келгенде осы өкіріп жылап, бізге өкпелеп сөйлеспей қойды. Сондағы бізге айтқаны: маған құр сабақ үйретіпсіңдер, жет атаны үйретпепсіңдер. Менен басқа атамның немерелерінің бәрі жет атасын жатқа айтты. Атам оларды азаматсың, міне жігіт деген осындай болу керек деп қолынан көтерді. Маған үйрене ғой деп аяушылық білдірді деді. Осы жолы ұлым айтады, атамның 90 жылдығына, енді қазір атам жоқ қой, кейінгі ұрпақтары сол жет атасын ұмытып қалып жүрмесін. Арт декордың мынау қол өнері, мынау еңбегі тамаша екен, осыны сыйлайықшы дегенді Мерей кеңес берді. Ағатайымның шаңырағында 5 ұл 5 қыз, 2 ұл кетіп қалған келмеске. Ендігі үлкеніміз менің Қызмет деген бауырым. Қызмет өте ақ көңіл, өте ақ жүрек, өте бауырмал, адамның көңіліне қарап тұратын. Мен өзінен бір-ақ жас үлкен болсам да менің атымды айтпайды, апай дейді. Менің ата баласы екенімді, менің жолымның үлкен екенін білетін, қадірімді білетін бір бауырым. Ағатайымның 90 жылдық тойында тете бауырым Қызметке сыйлағым кеп тұр. Келген, қараған адамға: менің үйімде неге осы жоқ? Менің де бабаларым бар ғой. Мен де тапсырыс берсем қалай берем деулеріңіз мүмкін. Жақсыдан шарапат дейді. Мен өзім қуанып тұрғаннан кейін осы қуанатын нәрсеге бар қазақтың қуанғанын жақсы көрем. Кімнен тарағандарыңызды, кім екендеріңізді, бұрынғы қазақ сияқты қазір кімнің баласысың дейтінде қазақ азайып бара жатыр. Сол кезде бабаларын таратып айтып беріп, басын көтеретіндей ұрпағымыз болсын. Мынандай сыйлықтың төресі төрлеріңізді толтырып тұрсын, ой беріп тұрсын. Ата бабалардың әруағы бір аумағандай болып тұрып, ұрпағына сес беріп, дес беріп, ес беріп тұрсын. Бүкіл бабаларым бүгін төрімізге кеп тұрғандай. Енді менің бауырым Қызмет Түлкібайұлының төрінде тұрады.